Ассалаумағалейкум, құрметті азаматтар. Сіздердің білуге тиісті тағы бір құқықтарыңызды түсіндіріп кеткім келіп отыр. Бұл егер де сізге қарсы арыз түскен жағдайда немесе қандай да бір қылмыс құқық бұзушылық жасалды деп сізге күдік келтіріп полициямен ұсталған жағдайда сіздің алғашқы құқықтарыңыз сізге не себепті күдік келтіріп жатқанын білуге, арызбен танысуға, қорғаушы шақыруға, егер де өз қорғаушыңыз болмаса, тергеуші арқылы мемлекет тарапынан сізді қорғаушымен қамтамасыз етуді талап етуге, ана тіліңізде жауап беруге, өзіңізді қорғап жауап беруге, жауап беруден бас тартуға құқықтарыңыз бар. Еш уақытта алғашқы жауап берер кезде асықпаңыз. Сіздің құқығыңыз ол жауап беруден бас тарту, кейінге қалдыру, мысалы жауап беруді. Себебі сіз, мысалы, кейбір адамдар бірінші рет түсіп жатады полицияға, оқыған мән-жайын толықтай білмейді. Полиция қызметкерлерінің жетегімен немесе басқа адамдардың жетегімен жауаптар беріп қоюы мүмкін. Кейін ол сотта ол жауапқа мән беріледі. Сіздің кейінгі жауаптарыңыз өзгертіп берген жауаптарыңызды кейін сот негізге алмау мүмкін. Себебі сіз алғасында мойындау жауап бердіңіз, кейін жауапкершіліктен құтылу мақсатында қазір басқаша жауап беріп отырсыз деп. Мойындау жауабын беру, шын мәнінде өкіну, келтірілген зардапты өтеу, ол барлығы сіздің әрекетіңізді саралаған кезде барлығы жеңілдететін мән-жайлар болып саналады. Бірақ дегенмен алғашқы жауап беруді берген кезде ойланып жауап беруіңіз абзал. Егер де тақырып қызықты болса, төмендегі сілтеме арқылы парақшама тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз.